ауылдық жерде тұратындар, біздер таңертеңгісін ауламыздан шыққанда айналамыздағы көршілерімізді бәрін танимыз. Балдар мектепке бара жатса, көршілерге әжелерін көріп қалса сәлем бердік. Ассалаумағалейкум деп аталарға амандасады. Енді біздерде де қазір өзіміз ауылда тұрғанмен қалада үйлеріміз бар ғой. Демалыста барамыз, былай мейрамдарға барамыз. Сол уақытта көршілерге жаңағы барып, кейбір уақытта шелпек пісіріп, көршілерге үлестіріп апарсаң, олар алмайды. Қорқады қазір. Алмайды. Содан кейін жаңағы балдардың амандасу дәстүрі. Ең бірінші қазақта біз қазақ болып жаратылғалы ассалаумағалейкум деген, я уағалейкумассалам деген сәлем беру салты осы екі ортада кішкене ауытқушылық бар. Оған енді ойлаймын, мен көп жағдайда адамдар келісетін шығар деп. Я, осы ең бірінші біз далаға шыққаннан кейін есікті ашып, кез келген адаммен амандасамыз ғой. Қасынан зу өтіп кетпейміз. А бізде ауылдық жерде барлығы да тіпті көршің болмай ақ қойсын. Ана жақтан көріп қалса да ассалаумағалейкум деп жүгіріп барып қолдарын беріп, я айқайлап амандасып, асығып бара жатса сондайлар болады.